Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсымыздың келесі сабағына қош келдік. Яғни бүгін сіздердің назарларыңызға қазіргі оқу процесіндегі бағалау әдістерінің бірі, яғни TikTok бағалау әдісі көптеген әлеуметтік желілерде хит болып жүрген әдісті, яғни компьютерлік версиясын сіздерге ұсынғалы отырмын. Яғни ең бастапқыда, яғни TikTok-тағы ең бастысы бұл жерде лайк қой. Сондықтан сол лайктың логотипін осылай жасап қойсаңыздар болады. Одан кейін келесі бетінде бізде ең басында оқушы аты деп тұрған жерде, мысалы сыныптарыңызда немесе топтарыңызда қанша оқушы болады, сол оқушының тізімін жазып қойсаңыздар болады. Бір бетке немесе екі бетке. Бұны бір жеке мониторда немесе жеке бір компьютерден қойып қоясыздар. Одан кейін ары қарай уже сабақтың жаңағы жалпы процесте немесе сабақтың соңында бұл лайктарды оқушыларға қоя берсеңіздер болады. Енді менде информатика пәнінде топ болғандықтан менде оқушы саны аз болады. Енді бұның жұмыс жасау процесі қалай? Мысалы, бірінші оқушы бір тапсырма бойынша лайк жинайтын болса, оқушының атына басасыздар, сонда шығады. Қайта-қайта ала беретін болса, басқан сайын бұл оқушының өзі лайк көбейеді. Кез келген оқушыға бүйтіп бассаңыздар, лайктарын ала береді. Бір екі мысалы, өстіп барлық оқушы өстіп өздерін бағалап шықсаңыздар болады. Енді бұл жаңағы шаблонды біз қалай жасаймыз? Соған кіріссек, ол үшін мен бұл файл жоп тастайын, жаңадан файл ашайын, PowerPoint-тен. Ең бірінші бетін әкеп алсақ та болады. Направляющий алып тастайық. Кішкене кетіреді. Бірінші бетін, яғни жасау өте оңай. Бұл жерде фон үйлестірсеңіздер болады. Қандай фон қоясыздар, мысалы. Яғни бұл жерде тек қана жазасыздар, одан кейін екі жүректі анимациямен бұл жерде келтірсеңіздер болады. Оң жақтан екіншісін келтірейік. Одан кейін анимацияны да түрлерін жасау білесіздер. Мысалы, облыс анимация ашып алайық. Мына жерде бір эффектте жасасақ болады анимацияға. Келген кезде кішкене діріл пайда болатындай. Бұл эффектілерді сіздер менің алдыңғы сабақтарымнан жасау білесіздер. Міне, ең алғашқы беті дайын. Келесі екінші бетті қайтадан создать деп қосып аламыз. Бұл жерге енді ең бастысы, мысалы, фон қойып алайық. Ең бірінші біз оқушының аттарын жазбауымыз керек. Ол үшін фигураға барамыз. Фигураға барамыз. Заливкасын ауыстырсаңыздар болады. Қызылмен, контурында қызылмен. Ішіне, яғни оқушының атауын жазастырамыз. Оқушы аты деп қоямын. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің оқушыларының атын жазасыздар. Жазудың үшін өздеріңіз жаңағы басқаша жасай бересіздер. Ақ бола берсін. Оның кішкене мысалы біз 5 оқушыға көбейтейік.
араларын кішкене аша салайық. Оқушы саны аз болса кішкене әдемі көрінетін болады негізі. Осылай оқушы аты деген жазып алдық. Енді әрбір мына фигураға, мысалы мына фигура ғой. Бұл фигураға біз кейін жаңағы шаблон жасайтын кезде, эффекті жасайтын кезде чатаспау үшін ат жасап қойымыз керек. Ол үшін область менеджерде міне главное менюда выделить деген болады. Осы жерде область выделения дегенді ашамыз. Яғни область выделения ашып аламыз. Мына жерде міне 4 бұрыш тұр ғой. Осы жерде сол атаулармен тұрады. Мысалы біріншісіне бассақ, мына бірінші біздегі прямоугольник 4 бұрыш белгіленеді. Бұған біз ат беріп қоямыз. Мысалы оқушы аты 1. Бұны міндетті түрде жасайсыздар. 2-ге оқушы аты 2. Сонда кейін объектілерді табу барысында сіздер чатаспайсыздар. 3 4 5 өстіп белгілеп қойдыңыздар. Енді бізде екінші жұмысымыз ол жаңағы біздің лайктарымыз, жүректің формасын салып аламыз. Егер ара қашықтық кішкене болса, онда үлкен саласаңыздар болады. Заливкасын қызыл аламыз, контурында қызыл аламыз. Бұған да кішкене тең беріп, эффект беріп, онымен де кішкене ойнасаңыздар болады. Әдемілік үшін ол. Енді бізде міне бірінші жаңағы лайкымызды қойдық. Бұған да біз яғни жүрек деп қойымыз керек. Мысалы жүрек 1 кете береді. Енді мына оқушы аты деген басқан кезде мына жүрек шығу үшін біз яғни бірінші мына жүрекке анимация қоямыз. Пайда болу деген, яғни выцветание деген анимация болады. Мына анимацияның түрлері енді сіздер пайда болуға, яғни ұшып келу емес, басықтан жүгіріп келу емес, бұл жерде тек қана пайда болу, немесе панорама, өстіп ашылатындай, сондай возникновение мысалы, сондайлар қойсаңыз болады. Выцветание қоясыз мысалы, анимация қойып алдыңыз ғой. Мына жерде біз қосымша тағы область анимация ашып қояйық. Мына жерде анимация қойылды. Енді сол область анимацияның астында кез келген PowerPoint бағдарламасында триггер деген болады. Триггер басамыз, по щелчку дегенге басамыз. Одан кейін мына жерде енді мысалы бірінші оқушы аты 1 деген, яғни біріншіге қойдық қой біз мені лайкты, сол 1 деген таңдаймыз. Таңдадық. Содан кейін бұны мысалы бірінші тексеріп аламыз. Слайд-шоу с текущего. Мысалы мені біз бағанамында жүрек тұрды ғой, ал жүрек жоқ, ол қазір жасылып тұр. Енді оқушы атыға бассаң, ол жүрек пайда болады. Көрдіңіздер ғой? Ең басты принципін таңдап алу керек. Мысалы енді бұны аламыз да копировать етеміз. Мұнда қойдық. Копировать еткен кезде қайтадан тексерсек, яғни көрдіңіздер ме? Екінші жаңағы жүрек шықпай қалады. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Яғни бұл жүректе анимациясы көрдіңіздер ме? Триггер деп тұрады мына жерде. Триггер оқушы аты 1. Триггер дегеніміз яғни жаңағы жасырылған объектін шығару. Енді мына келесі екінші жүрек ол үстінде тұр, яғни оны біз тартып әкеп астына қойымыз керек. Сонда ол да жаңағы мына оқушы атын ішіне яғни жасырылады. Түсіндіңіздер ғой міне. Біреуін жасап алдыңыздар. Қалғанын уже тек қана мысалынан копировать етеміз. Болды, онда қоямыз. Ол сонда үстіне барады, бірақ оны тартып әкеп біз астына қойымыз керек. Сонда ол да. Енді тексеріп көрсек, 1, 2, 3 рет шығады. Мысалы, енді мен бір сабақта ал 5 тапсырма болсын деп, яғни көбейте саламын. 5.
Бесеу, енді мына екеуін мен тартып әкеп мында қоюым керек. Қайтадан тексеріп көреміз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Бесеу шықты. Қайтадан бір рет көрсетейін енді. Қараңыздар. Мына жүректі қайтадан салам. Немесе мынаны копировать етемін да. Мында қояйын. Бірақ анимациясын удалетіп тастайын. Яғни бұл жүрек қайтадан салдық деп ойлаңыздар. Басамын. Анимация қоям. Ең бірінші объектін белгілеп алам. Белгіленгенде мынандай жан-жағында дөңгелектер пайда болып тұрады. Белгілеп алам. Анимацияға барам. Выцветание деген таңдайым. Яғни бір ең басты біздің жұмысымыз анимация қойып алу. Міне анимация қойған кезде мына облыс анимацияда анимацияның несі шығады, мына жүрек бірге. Енді мен бұны жүрек 2 деп қояйын, өйткені бұл оқшы аты 2-нікі ғой. Ол үшін мен главныйға барам. Выделить область выделения. Мысалы мынаны таңдаған кезде ол өзі белгіленеді. Не қаламда жүрек 2 деп тастаймын. Шатаспау үшін. Қайтадан жауып тастаймын. Қайтадан белгілеймін, ол жүрек 2 деп тұр. Мыналар жүрек бірлер, өйткені оқшы аты 1-дікі. Енді жүрек 2-лер, ол оқшы аты 2-нікі. Белгілеймін. Облыс анимация ашам. Соның астында триггер деген болады. Триггер таңдаймын, по щелчку. Енді бізде оқшы аты 2. Екінші оқшы деген сөз ол. Сол оқшы аты 2-ні таңдаймыз. Сонда бізде оқшы аты 2 деген триггер, бөлек триггер пайда болады. Мында триггердің оқшы аты 1, триггер оқшы аты 2. Көрдіңіздер ғой? Енді бір-ақ рет жасап аласыздар да оқшы аты 2-ге қалғанын не істейміз? Копировать етеміз. Копировать ставить деп қоя бересіздер. Мына 4 жүректі копировать еттіңіздер, бірақ ол триггер оқшы аты 2-нің ішіне кірген жоқ. Сол үшін төртеуінде белгілеміз. Shift басу арқылы төртеуінде бірақ белгілі басақ болады. Тартып әкеп, мынаның астына кіргіземіз. Болды. Қайтадан тексереміз. Слайд-шоу. Текущий слайда. Міне. Оқшы аты 1. Бірінші оқшы мысалы 2 лайк жинады, екінші оқшы 3 лайк жинады. Өстіп жасай бересіздер. Қалған енді 5-ін бірақ көшіре саламыз. Жұмысты жеңілдету үшін яғни қалған оқшыларға көшіріп аламыз бетіп. 5-ін көшірдім, бірақ бұл жерде триггер жоқ. Тек қана анимация. Енді бұларды мен бірінші аттарын өзгертіп тастаймын. Главныйға барам. Выделить область выделения. Жеке-жеке. Мынау 3. Мынау да 3. Бәрі 3 болады. Үшінші оқыштың жүректері деген сөз. Өстіп белгілеп тастаймын. Енді қайдан бұны жауып тастаймын да, анимацияға қайдан барам. Бірінші мынау оқшыға, яғни біз триггер жасауымыз керек. Ол үшін біріншісін ғана белгілеймін, триггер белгілеймін. По щелчку оқшы аты уже 3-ші оқшыны таңдауымыз керек. Таңдадық. Енді қалған триггер жасап алдық. Қалған бет тарта беремін. 2. 3-ші. 4-ші. 5-ші. Слайд-шоумен қайтадан тексерсек. 1, 2, 3. Дәл осылай қалған енді мыналар бет көшіре саламыз. Негізгі жұмыс принципі осы. Қалған оқшыларға өстіп көбейте саласыздар. Шатаспау үшін, яғни 4-ші оқшыға қойғаннан кейін жүрмеға триггер жасауымыз керек. Тез-тез атын өзгертіп аласыздар. Область выделения. Жаңа қойған жүрек. Біріншісін белгілесеңіздер, қай жерде пайда болады? Жүрек 4. Жүрек 4.
Қайтадан жауап жасаймыз. Біріншісін таңдаймыз. Анимацияға барамыз. Триггер, пошелчку. Енді төртінші оқшы таңдаймыз. Қалғанын тарта саламыз. Мына жерде көрінбей қалуы мүмкін, өйткені көйіп кетеді, сол үшін бір рет қойып аласыздар да қалған тарта саласыздар. Симей қалады, оны астына қоясыздар бүйтіп. Қай жерге қойған біліп аласыздар да қайтадан мына жерге тартасыздар. Оқшы төрттің астына келу керек міндетті түрде. Бәріне келе салу үшін бүйтіп. Қоясыз. Қайтадан ползунок тартасыз да, қайтадан оқшы төртке апарасыз. Ол астында өстіп 5-те тұрса. Қанша лайктың санына байланысты. Осылай, яғни ең соңғысын жасай саламыз. Әкеп алдық. Главныйға барамыз. Выделить область выделения. Біріншісін белгілейміз, сонда мұны белгіленеді. Мына жерге жүрек 5. Яғни ат қою, сіз кейін триггерлерді анимациялы реттеген кезде сізге кішкене көмектеседі. Ал енді шатаспаймын десеңіз, бұл жерді өзгертпесеңіз болады. Мен өзгертіп аламын. Маған солай жұмыс жасау оңай. Біріншісін таңдаймын. Анимация, триггер, пошелчку, оқшаты 5. Егер мынаны бүйтіп тартып отпаймын десеңіздер, мынаның бәріне жеке-жеке қойсаңыздар болады. Қайсысы жеңіл, соны таңдайсыздар. Екіншісіне қоямын. Ана оқшатын 5-не өзі кете береді, көрдіңіз бе? Мынаны таңдаймын. Триггер, пошелчку 5. Ол мына жаққа үшінші болып түседі міне. Төртіншісін таңдаймын. Триггер, пошелчку, оқшаты 5. Бұл әдіс, яғни мына жерде анимациялар көбейіп кеткен кезде, тарту қиын болған кезде. Осылай жасаңыздар болады. Триггер, пошелчку, оқшаты 5. Болды. Бәрі мында барды өзі. Қай жолы оңай, соны жасаңыздар болады. Енді жасаған жұмысымызды тексере алайық. Слайд-шоуға басамыз. Сначала. Яғни ең басында TikTok бағалауға түс деген шығады. Бұны оқушыларға таныстыру үшін келесі бір басқанда бір жүрек, яғни екінші жүрек өсіп шығар. Бұл кішкене әдемілік үшін басқаша жасаңыздар да болады. Келесі екінші бет, бұл бізге маңызды. Оқшаты, бұл жерге оқшаты аттарын жаза аласыздар. Әр тапсырманы орындаған сайын немесе сабақтың соңында бағалайсыздар. Мысалы, бірінші оқшы 2 лайк алады, екінші оқшы 3 лайк алады, үшінші оқшы 2 алады, төртінші оқшы мысалы 4 лайк алсын, ал бесінші оқшы 5 лайк алсын. Өстіп шығарсаңыздар болады. Осымен біздің яғни PowerPoint бағдарламасының келесі сабақ аяқталды. Осы сабақты қайталап жасап көріп, жұмыстарыңызбен бөліссеңіздер, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.